Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Ұлттық радио тыңдаушыларына қайырлы күн дейміз. Ардақты ағайын, эфирде өнегелі отбасы бағдарламасы, микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағы, тұрақты спикері, филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Омар аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Тақырып мынадай: бақыт деген әркімдерде бір арман, иә. Бұл жолдар ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың әйгілі «Бақыт деген» деп аталатын өлеңінен алынған, иә. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты болып жүргенің, бақытында басқасында білмеуің, бақытсыз-ақ ойнағаның, күлгенің деп келетін өлең, иә. Бүгінгі таңда бақыт сөзі қалай түсіндіріледі? Психология пәнінің көптеген оқулықтарында бақыт термині өз өмірінен толық қанағаттанушылық сезімін сезінген адамның психологиялық көңіл-күй ауаны деп түсіндіріледі екен да. Осы бақыт сөзінің этимологиясына негізіне үңілсек. Жалпы бақыт деген сөздің түбірі бақ. Мысалы, бақ дейді, мысалы, қазақта айтады, басына бақ қонды дейді, бақ ашылды дейді, бақ ашылсын дейді. Оның негізгі түбірін тағы бірі, осы адамның бақытты болуы, сіз Тыныштықбек Әбдікәкімұлы өзі талдайды ғой, сонда айтады ғой, адамның дейді, басы дейді, маңдайға қонады дейді, бақ маңдайына қонады ғой, адамның басына қонады. Сонда айтады, адамның дейді, ой өлкесі гүлденген кезде адамның миы баққа айналады, сондай адамға ғана бақ қонады дейді. Өйткені бақ деген жеміс ағаштар өсетін жерді қазақ бақ дейді сөз. Және осыдан келіп бағу деген де сөз шығады мысалы. Одан кейін бақшы деген сөзді талдайды Тыныштықбек. Бақшы дегеніміз елдің бағын бағушы. Бұрынғы қазақтың бақсылары болған, Қорқыт сияқты мысалы, елдің бағын ойлаған, иә. Міне осындай сөздер бар. Одан кейін қосылған кезде ол бақытқа айналады. Мысалы, тақт деген сөз бар, оны қазақ тақт деп айтады мысалы, тақт. Мысалы, тақт дегеніміз кресло ғой енді. Тақт дегеніміз ханның отыратын, яғни мәртебелі орын тағы. Сонда Шал ақын айтады ғой, ханнан тақыт таярда қарашасымен қас болар дейді. Сонда тақыт деген сөздерде синоним ретінде пайдаланып отыр. Сонда бақ пен бақыт қазақта ол сондай бір синоним ба? Синоним, егіз ұғымдар ғой енді. Екеуі бір-ақ ұғым деп айтса болады енді. Түсінікті. Енді осы халық ауыз әдебиетінде, жырларымызда, жыраулар поэзиясында осы бақыт қалай суреттелген, қалай көрініс тапқан? Жалпы мынау Асан Қайғыда айтады, Асан Қайғы айтады, бақыт оянған ерлердің әрбірісі оң болар. Қаршығасы қазылып, тазылар түлкі алып, сөз сөйлесе жөн болып, бай-байсын деп ат қойып ел аузына қарасар дейді. Сонда мынау адамның бақыты оянатын кезі болады екен. Немесе Ақтанберді жырау айтады, әркім өзі талпынар, басына бітер бақ үшін дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, осы бақ деген нәрсе, ол бақыт, ол жайдан жай келмейді екен. Оған еңбектену керек, оған талпыну керек. Ал енді Абай поэзиясында бақыт деген сөз жоқ. Мысалы, бақыт, мысалы, Абайда оны қызық деп береді. Қызық деген сөзбен береді. Мысалы, қазақ айтады, бала-шағаның қызығын көр дейді ғой. Бала-шағаның бақытын көр деген бірде. Сонда Абай айтады, бұл дүниенің қызығы дейді, яғни бақыты. Бұл дүниенің қызығы махаббатпен. Көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен. Артыңда сөзің мен ісің қалса, өлсеңде өлмегемен боласың тең дейді. Осындай. Ал енді бақ сөзі кездеседі Абайда. Мысалы, Абай айтады, бақпен асқан патшадан мимен асқан қара артық дейді. Шәкәрімде де келсе, Шәкәрім айтады, мысалы, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін дейді. Сонда Шәкәрім айтады, негізінен бақ, ол анау көбінесе нәпсінің қанағаттануымен болады деп отыр. Шәкәрім сонда өлеңде адамшылық өзінің программның өлеңі бар ғой, сонда нәпсіңе билетпе басыңның бағы. Өйткені шын мәнінде көп адамдар жаңағы өзінің баққа жету үшін, яғни бір нәпсісін қанағаттандыру үшін, иә, нәпсісіне ерік беріп, адамгершілік ардан аттап жататынын айтып отыр Шәкәрім. Сонда кездеседі. Бақыт құсы дейді. Енді былай қараған кезде қазақта осы бақыт құсын жағдай, бақыт деген не деген, бөлтірік шешенен сұраған ғой, ағата бақыт кімге қонады, байлық кімге қонады, бала деген не дегенде бөлтірік Әлменұлы айтқан ғой. Байлық деген қолыңа ұстаған мұз ериді де кетеді, бақыт деген басыңа қонған құс ұшады де кетеді, бала деген артында қалған іздемес пе депті. Ал енді адам қалай бақытты өмір сүреді деген кезде, сонда бөлтірік шешен айтқан, ағайын туғанмен, бала шағанмен дейді, жалпы жұртшылықпен сіз біз десіп, сыйласып өмір сүрсең дейді, қуанышың от болады, қайғың күл болады деген. Яғни бақытты өмірдің моделін ұсынып отыр бізге. Яғни қазақша айтқанда қазақтың бақыты ол сіз бен біз сыйласып өмір сүру.
жаңағы біреуден тартып алып ерекше байлыққа жетіп немесе біреуді қанға қақсатып жаңа байлыққа жету емес, жалпы гармонияға жету айналаңмен, отбасында айналаңда жаңа үйлесімге жету, жаңа сыйластық дегеніміз сол ғой өзі. Міне қазақтың негізгі моделі осындай, бақыт жайлы ұғымы. Сонда қазақ айтады, аса байлық не керек, денсаулық болса болғаны дейді. Сонда көптеген нәрселер айтады, иә. Түсінікті. Омар аға, енді жалпы дәл осы сәтте өзім бақытты сезініп, жүрегімде қуаныш сезімі кернеп тұрса да, өзін мен бақыттымын деп айтатындар өте аз екен. Көбіне біраз уақыт өтіп кеткеннен кейін қап деп, сол кезде бақытты кезеңдерім екен ғой деп жататын кездер болады, сонысына қарап бақытты өмірі жоқ, бақытты сәттері бар деп жатады. Жалпы сіздің ойыңыз бұл тұрғыда? Жалпы мынау бақытты өмір жоқ деп негізінен мынау жалпы өмірге жабуға болмайды. Жалпы біз көбінесе өмір жамандап атамыз, сұм өмір, ажал жамандаймыз, сұм ажал дейміз, мысалы, қу өмір деп, мысалы, өмірді жамандаймыз. Соны Шәкәрім атамыз айтады ғой, кім саған үйреткен өмірді жамандатып, өзіңді амандатып? Өмірдің ешқандай да кінәсі жоқ дейді. Ол сен қалай сүресің өмірді? Ол өмір солай болады дейді. Егер сен бақыттың кілтін тапсаң, онда өмірің бақытты болады. Егер бақыттың кілтін таба алмасаң, онда кешір. Оның өмірдің ешқандай да оған кінәсі жоқ дейді. Сондан Шәкәрім өзінің шын бақыттың айнасы деген еңбегінде айтады ғой. Мен өзім дейді, бала кезімде өзімді өте бақытты сезіндім дейді. Керемет, ол кезде дейді, мен дейді, жанымнан жақсы көретін құрбыларыммен ойнаушы едім дейді. Одан үйге келген кезде әке-шешем маған бүкіл тәтті дәмдісін аузыма тосып отыратын дейді. Керемет бақытты сезіндім өзім дейді. Одан кейін дейді, сол үлкендерден қашқақтап жүрдік дейді, сол кезде қорқыңқырап. Одан кейін дейді, асық ойнағандар қызықтықты ойладық дейді. Біз асық ойнаған балалар бізге қараған бақыттырақ шығар деп. Сосын бізді асық ойнай бастады. Сол кезде ұрыс керіс, жаңағы төбелес басталды дейді жаңағы. Одан кейін дейді, бозбала болдық дейді жаңағы. Оған қызықтық ойладық дейді, бозбалалық бақыт шығар деп. Соның бозбала болды дейді, жаңағы бозбалаға да істеген қызықтарын тауысып жете салмаймын дейді мысалы. Бірақ онда да дейді жаңағы неше түрлі оқиғалар болды басымнан дейді. Күнә жаңа жасау бозбала кезінде жаңа біреудің аттап кету, алажымның деген сияқты нәрселер болады ғой енді бозбала кезде әсіресе. Одан кейін біз адамшылық деген нәрсе бір бар екен дейді. Адамшылық деген жаңағы бой, би болу, болыс болу, соның жолына түстік дейді. Сөйтіп дейді, жүрегімізді кірлеттік дейді. Сөйтіп ақырында сандалып, келіп дейді, шынды сұрақ қойдық, шын бақыт деген не сонда деп. Содан бір күн дейді, басыма бір маңдайым бірдің тақ ете қалды дейді, сақ ете қалды. Қарасам айна дейді. Айнаға қарасам аузы опырайған дейді. Беті әжім шалтыр екен дейді. Содан дейді, айнаға қарасам, содан дауыс келді дейді. Сенің негізгі бақытың мынау адамшылықтың да, би болдың, болыс болдың да, бозбалықтың да, асық ойынның әр жағын қара деп айтты. Әр жағын қарасам, соның әр жағында, солардың барлығы айнаның түкпірінде екі ерлі байлы дейді. Екі баласын құшақтап, мойнынан құшақтап ойнатып отыр екен дейді. Сонда қарасаңыз дейді, шын бақыт осы екен ғой дейді. Сонда шын бақыт деп, ол ата-ананың балаға деген шын махаббатымен дейді, баланың таза жүрегі дейді. Осы шын бақыт екен дейді. Бұл сіздерге де беріледі дейді. Егер адам осы екі нәрсені жоғалтпаса дейді, ата-ананың шын махаббатымен, яғни шын махаббат пен таза жүректі жоғалтпаса, осы өмірде дейді, оның бүкіл кешкен бейнеті дейді, аңшының аң қуғанда немесе балшының балық аулағандай, иә, рахатқа, сезімге толы болады дейді. Ол дегеніне бәрібір жетеді дейді. Бірақ осы қиындықтар дейді, аңшының аң қуғандай ғана болады дейді. Ол яғни бақытты өмірдің кілті осы екен дейді Шәкәрім. Шәкәрім өзінің бір өлеңде айтады ғой, мен балалығымды қуып жеттім дейді. Шын мәніндегі сол таза жүрекпен таза махаббатты қуып жеттім деп отыр ғой. Шын мәнінде көп адам бір жоғалтқан сол таза жүрекпен таза махаббатты өмір бойы қуып жете алмайды екен ғой. Сондықтан олар жаңағыдай мен бақытсызбын деп жаңағыдай әлемге жар салады. Шын мәнінде бақытты болу, бақытсыз болу ол өзіңе байланысты. Өзіңнің жүрегің үңіліп, сол шын бақыттың айнасын тапсаңыз, Алла қаласа осы өміріңізді, тіпті о дүниеңізде бақытты болады. Жаңа бақытты адам қандай адам дегенге жауап берді. Енді ең бақытсыз адам қандай адам ол? Ең бақытсыз адам өзінің бақытты екенін білмейтін адам. Мұқағали айтады ғой, бақыттысың, бақытсыз деп сорласаң, бақытты болып сорлап жүрсең масқара дейді. Шынында да көп адамдар қазір басындағы бағын білмейді ғой, мысалы. Отбасында деп алайық, отбасы әсіресе отбасында ғой негізі, көбінесе отбасынан басталады. Адам егер отбасында бақытсыз болса, ол бүкіл жерде бақытсыз. Сонда біздің әжелеріміз, мен олай сұрайтын, әже сіз үшін бақыт деген не еді? Біз енді мектепте үйретеді ғой, мектептерде, оқулықтарда бақыт ба. Ал ол кісілерде бақыт деген ұғым жоқ сөз әжелерде. Олардың бақыттылығы сондай, олар тіпті бақыт деген сұрақты қоймақ түгіл, олардың миында, ойында бақыттым ба деген сұрақ тумайды.
олардың бақыттылығы сондай, түсінесіз бе? Сонда ол кісіден сұраған кезде әжелерімізден, әже сіз үшін бақыт деген не дегенде айтады, шалым аман болсын дейді да, отағасым аман болсын дейді. Не деген сөз мысалы, осының ішінде барлығы бар. Сонда қазақ әйелі өте бақытты өмір сүрген, неге? Өйткені ол ер үшін өмір сүрген, еріне қызмет еткен. Ал ер ол еліне қызмет еткен. Сондан қазақта өзі көп бастық атырмаған жаңағыдай. Қазір ол батыстан келіп жатыр. Жеке адамның бақыты, көйлегің жоқ болса бақытсызсың, үйің жоқ болса бақытсызсың дегенде. Ал шын мәнінде бұның бәрі адамның жаңағы шын мақсаты жоқтығынан. Ер ел үшін туады, ел үшін өледі дейді. Егер ел үшін қызмет етсе, ол қаншама қиындық көрсін, қатепті қара нардай, жаңағы Махамбет айтады ғой, толарсақтан саз кешіп тартып шығара қатепті қара нар керек біздің бұл іске дейді. Сол қатепті қара нардай басына қанша іс түссе де ол өзін бақыт сезінеді екен. Неге? Өйткені арманы бар, мақсаты биік. Ал арманы жоқ, мақсаты жоқ адам ол әр нәрсеге көңіл жабырқап, әр нәрседен көңілі қайтып, әр нәрседен жасып, жаңа байбалам сала береді деп ойлаймын. Енді аға, жалпы атақты орыс жазушысы Лев Толстой өзінің Анна Каренина атты романында бақытты отбасының бәрі бір-біріне ұқсас. Бірдей дейді. Ал бақытсыз отбасылардың әрқайсысы өзінше бақытсыз дейді. Оны оқығанымыз бар. Енді осы отбасы бақытты, шын бақытты отбасы деп қандай отбасын айтар едік? Жалпы жаңа Шәкәрімнің сөзі бар ғой. Шәкәрімнің шын бақытын айнасы дегенде бұл сұраққа біз жауап бердік ішінара. Сонда Шәкәрім айтып отыр. Ата-ананың шын махаббаты, яғни бір-біріне деген махаббат, баласының махаббаты, және сол ұяда өскен жаңағыдай балапандай сәбилер, сол атмосферада. Яғни шын бақыттың айнасы деп сол ата-ананың жаңағы өздері бір-біріне деген шын махаббаты. Сол махаббат аясында сол бесікте тербеліп өскен бала ол шын бақытты да. Мынау қазіргі кездегі көп отбасыларда түсініспеушілік, кикілжің, ұрыс болып тұрады мысалы, осының барлығы негізінен ата-аналардың кінәсі. Неге? Өйткені ата-аналар олар өздерінің жеке бақтарын отбасылық бақыттан жоғары қояды, өзінің жеке эгоизмін жоғары қояды. А шын мәнінде Шәкәрім айтып отыр, нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін дейді. Яғни жеке басыңның бағы үшін дейді. Сондан Фридрих Ницше айтқан ғой, отбасы деген үлкен мен деген. Сондан үйленетін әрбір екі жас өзінің менін бағындыру керек дейді, сол үлкен менге. Егер бағындыра алмаса, ешқашанда бақытты бола алмайды дейді. Яғни біз деп өмір кешу керек, иә? Әлбетте, сіз отбасының мүддесі бірінші орында тұру керек. Яғни ол кейбіреулер айтады, мен енді мына күйеуімді жақсы көрмеймін, әйелімді жақсы көрмеймін дейді. Мен айтамын, айналайын, бұны ертерек ойлануың керек еді. Қазір сен сәбилі болдың, балалы болдың, баланың енді ешқандай да бұған кінәсі жоқ. Сондан енді қазір сен сол балаңның көңіліне қаяу түсірмеу үшін өзіңнің жеке бағыңды, жеке нәпсіңді тыйып, жаңағыдай көнуің керек осы жағдайға деп айтамын ылғи. Неге? Өйткені баланың қандай кінәсі бар мысалы? Сен ақмақтығыңа баланың қандай кінәсі бар? Сен өзің нәпсіңді тие алмай, тани алмай, жаңағыдай өзіңдік мен. Не дейді, ер танымай байға шыққаныңа баланың қандай кінәсі бар мысалы? Сондан әлбетте аю қызға ғашық болып алып қашыпты дейді қазақтың үлкен бір аңызында. Содан сұлу қыз өте сұлу екен. Содан 6 ай өтіп кетеді, 7 ай өтіп таба алмайды. 7 ай 6 айдан кейін барып үңгірді бұзып таудан тастың арасынан қызды алып келеді, аюды өлтіреді. Сонда кешке қарай қыз шашын тарап отырып жылап отыр дейді. Үңгірде үңгір еді, үңгірде болса үйім еді, аюда аю еді, аюда болса байым еді деп жылап отыр дейді. Сонда ол анау адамдардың, мен айтамын ана қыздарға, өзім қарындастарыма, анау қыз аюды да бай қылып отыр ғой мысалы. Сен анау адамның баласын бай қыла алмайсың ба мысалы. Сондан сосын бәрі негізінен рухани тәрбие алынбағандықтан. Көбісі адамдардың нәпсісін бірінші орынға қоятындықтан. Эгоист жаңағыдай, өзімшіл нәпсіні бірінші орынға қоятында. Адамның, мен сізге айтайын, бүкіл бақытсыздық осы нәпсін тие алмағандықтан, нәпс тәрбиесін алмаған. Сонда бізде не отбасында, не мектепте, не университетте нәпс тәрбиесі деген жүрмейді, сөзсіз бе? Пән жоқ, иә. Пән жоқ ондай. Ал шын мәніндегі біздің бабаларымызда нәпс тәрбиесі деген пән болған, мінез түзету ілімі деген болған. Мынау Абай, Шәкәрім, Майлықожа, Бұхар жырау, Яссауи, Ахмет Югники, бұсылардың барлығы осы мінез түзету ілімінің өкілдері ғой. Өкінішке қарай бұл мінез түзету ілімі тіпті біздің медреселерде де қазір оқытылмайды. Негізі керек, иә. Әлбетте, онсыз айтады өзі, дін үш нәрседен тұрады дейді өзі. Ақида, амал, ақлақ дейді. Ақлақ деген мінез. Егер дейді, ақидаң дұрыс, амалың да дұрыс, бірақ дейді, ақлағың болмаса, онда дін пайда бермейді дейді. Жаңағы Бұхар екенің айтып отырған сол, дін дейді. Дін деген нағыз деген сөз. Пұсырман болмаса, тіл пұсырман не пайда дейді. Яғни қазіргі кездегі егер ақлақ болмаса, яғни мінез түзету ілімін оқымаса, біздің мұсылман бауырларымыз, онда олардың діндері пайда бермейді екен.
Махамбет айтады ғой, бұл ай қайда жоқ, күн қайда жоқ, күндіз барда түнде жоқ. Мұсылманшылық кімде бар? Тілде барда ділде жоқ дейді. Сол сияқты осы тілде барда ділде жоқ. Біздің қазір ситуациямыз өкінішке қарай бұл факт. Омар аға, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, оймен бөлсем дейді. Қосайық. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Амансыңдар ма? Мен мына қазір көтеріп отқан тақырыптан ойлы ой пікірімді айтайын деп едім. Омар балама рахмет, саған да рахмет айналайын. Ұлттың санасын, жастардың санасын оятуда үлкен еңбек сіңіріп жатырсыздар. Енді бақыт жөнінде айтқанда Абай атамыздың өзі айтып кеткен ғой. Бір үйде бірге тұрсаң басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзің дұрысып, біріңді бірің құрмет қиғат естіп тұрғандар бейне қорқып дерең шошып дейді. Отбасындағы әке балалары мен жарымды ренжітіп алмасам екен деп тұрды. Ана өзімнің отбасындағы отағасымды ренжітіп алмасам, балаларымды дұрыстап тәрбиелесем десе, менің бақытым қосағасым, менің бақытым балаларым, менің бақытым отымның басы, ошағымның қасы деп ғұмыр кешсе, солай еңбек етсе отбасы үшін қандай керемет. Енді мен ойлаймын, жалпы қазір мына мектептерде, сосын жерде, жоғарғы оқу орындарда Шәкәрім атамыздың ар ілімі оқытылса, қандай керемет болар еді. Омар балам, ар ілімін жасайшы, бағдарламасын шығарып, мен сенің барлық айтқандарыңды тыңдап жүрмін, сенің қолыңнан келеді. Шама келгенше бүгінгі қазағымның ұлттық санасының қандай дәрежеде тұрған сен өте жақсы. Барлық ой пікірін, барлық тақырыптарда ой қозғап айтып отырсың. Мен саған қосыламын. Алла тек саған ғұмыр берсін. Менің сенен өтінетім Шәкәрімнің атаңа айтқан ар ілімін оқыту керек. Мүмкін сонда қазақ жүйелері деп ойлаймын. Рахмет апа, Алла разы болсын. Рахмет. Көп рахмет. Шын мәнінде де Шәкәрім атамыз, апам дұрыс айтып отыр, ар ілімі оқылса жайнар қазақ даласы деген. Шәкәрім атамыз айтады, мен өзім ойладым дейді, мәдениет халықты түзейтін шығар, мәдениет түзетпейді. Өйткені Еуропа мәдениетті ел осы күнде хайуандықтан шыққан жоқ, олар осы күнде дейді. Жаңағы қазіргі еркек пен еркек, әйел мен әйел қосылып жатқан елді болса қалай мәдениет деп атайсыз? Әдебиет түзете ме деп ойлайды, әдебиетті түзетпейді екен дейді. Экономикада түзетпейді екен дейді. Өйткені өте бай елдер бар, бірақ адамшылықтан кетіп бара жатқан. Сонда Шәкәрім атамыз елді түзететін бір-ақ нәрсе, ол ар ілімі дейді. Апам дұрыс айтып отыр. Сондан Алла қаласа осы Шәкәрім атамыздың мен өрге сүйреп өлемін қазақ баласын деп айтып кетті ғой. Сол ар ілімін оқыту керек. Уақыт келді деп ойлаймын. Жалпы адамдар бақытқа лайықсыз шығар деп ойлаймын да. Мәселен, бақыт, жалпы бақ қандай адамға қонады? Дұрыс. Но бақ деген нәрсе, ол кімге қонады дегенде, бақ кімге қонасын дегенде, өзі Қаблиса жырып айтқан ғой. Бақыт кімге барасың? Ол ынтымақты елге барамын деген. Ұлы, әдепті, қызық, қылықты елге барамын деген. Тату отбасына барамын деген. Әміршін сыйлайтын елге барамын деген. Бір адамға бағынатын мұсылман қауымға барам деген. Міне сондықтан осы бақытты болудың өзі тәртіптер, әдептері бар. Имам Ғазалидің де сол химия сағадат деген еңбегі бар, яғни бақытқа жетудің кілті деп аталатын еңбектері бар. Сонда қарасаңыздар, осы ол бақыт деген кімге қонады дегенге, ол сол бақытты лайықты адамға қонады ғой. Яғни ой, Абай айтады ғой, гүлденер ой өлкесі дейді. Ой өлкесі гүлденген, яғни мынау миы жұпарланып, Тыныштықбек айтсақ, миы жұпарланып басы баққа айналған адамға бақ қонады. Бірақ сол қазақ айтады, бақ қонбайтын адам болмайды дейді. Оны басып отыратын дейді. Дүм керек дейді, дүм дейді ғой, мынау адамның артын айтып отыр. Басып отыратын, яғни дүм керек дейді. Көп адам бақты көтере алмай қалады. Мысалы қазақ айтады ғой, жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас дейді. Яғни сондай бір рухани тәрбие алмаған адамдар бақты көтере алмайды деген. Шын бақытты адам қандай дегенде, ол Абай атамыз айтады ғой, басы толық егін сияқты, басыңды жерге ие беру керек дейді. Сондан қазақ айтады, ұлық болсаң кішік бол дейді. Бақ қонған сайын негізінен қазақ төмен иіле беру керек сөзсіз. Қазақ айтады, бидайдың басын көтерген дақылы жоқтығы, жігіттің кеудесін көтергені ақылы жоқтығы дейді. Ұлық болсаң кішік бол. Міне осыған тәрбиелеуіміз керек. Мысалы, мынау біздің чиновниктер, біздің атқа мінерлер, ел алдында жүрген билік иелеріне осы ұлық болсаң кішік бол деген ар ілімін оқыту керек та. Сол кезде олар мансабы өскен сайын иіле беру керек та. Көбінесе адамда кішкентай ғана мансап пайда болса, кішкентай ғана билік бере қойсаң, ешкімді танымай кететін, көзін шел басып кететін адамдар өте көп. Машһүр айтады ғой, ар жағында пайда болар бір сасық бектік дейді. Ар жағында болмаған соң асыл тектік дейді.
дейді. Сол сасық пектік бізде көп қазір. Аға, бақыт немен өлшенеді? Ғарып деген ұғым бар қазақта. Ғарып дейді ғой, ғарыптық дегеніміз бақыттың антонимі. Ғарып дейді ғой, не ғарып те? Сонда Асан Қайғы айтады, ел жағалай қонбаса бетегел бел ғарып дейді. Жақсыларға айтпаған асыл шырын сөз ғарып, замандасы болмаса қариялар болар тез ғарып, қадірін жеңге білмесе бойға жеткен қыз ғарып, мүритін тауып алмаса азғын болса пір ғарып, ата жұрты бұқара өз қолында болмаса қанша жақсы болса да қайратты оған ер ғарып дейді. Сонда бұл бақыттың қарама қарсы ұғымы ол ғарыптық. Қазіргі біздің қыздарымыз неге ғарып болып жүр да? Өйткені жеңгелер институты жоқ дейсіз бе? Қолда бардың алтын қадірін білмей жүрміз біз. Сондықтан біздің қыздарымыз ғарып болып жүр, бақытсыз болып жүр. Ғарып деген не? Ол ешкімге керексіз болып қалу. Жаңағы ақ қалал боз, бұл заманда не ғарып дейді? Ақ қалал боз ғарып дейді. Боз деген шөптің аты. Егер қазір сіз байқайсыздар, мынау біздің қазақтың сайын даласында бір мыңғырған малдан көзіңді ала алмайтынсың. Жылма жыл шөпті жеп, шөп қайтадан шығып отыратын, жап-жасыл. Қазір қорыс басып кеткен неге? Өйткені ана шөпке малдың аузы тимейді, мал жоқ сөз. Сонда Асан Қайғы отыр. Бұл заманда не ғарып? Ақ қалал боз ғарып дейді. Қаланың үсті-үстіне өсе берген шөп ғарып дейді. Неге? Шөпті Алла Тағала дейді, малдың тісі тию үшін жаратылған екен ғой. Малдың тісі тиген шөп жаңарады. Малдың тұяғы жер тыңаяды. Міне байқайсыздар, сондай бір гармония бар. Сол сияқты қыз баланы да Алла Тағала тұрмысқа шығу үшін жаратқан ғой. Соның қадірін жеңге білмесе қыз бақытсыз болып қалады дейді. Ал шын мәніндегі қазіргі кездегі біздің мынау шетелдегі қандастарымыз бар мысалы, көріп отырсыз, ситуацияны өте қиын. Неге? Ата жұрты бұқара өз қолында жоқ қой. Олар ең бақытсыз адамдар. Неге? Өйткені олар өздерінің осы 26-27 тәуелсіздік болған кезде жаңағы бастарының бағы үшін, жаңағы алатын материалдық иеліктер үшін, иеліктерін қия алмай, мұны осы ата жұртқа келіп алмады, түсінесіз бе? Қазір олар бақытсыз. Сондықтан бұл үлкен сабақ. Қандай жер болмасын, сен Ресейдесің бе, Моңғолиядасың ба, Қытайдасың ба, әлемнің қай түкпірінде болсын, ата жұртқа келмей адам бақытты бола алмайды. Соны үш бақытым дейді ғой Мұқағали. Сол үш бақытым деп отыр ғой. Сол отан дер едім дейді. Соның отан біздің бақытымыз. Соны отанды қорғауымыз керек біз. Егер біз отанымызды қорғай алмасақ, онда кеме суға кетсе, біз кемедегі жаны бір дейді. Кеме суға кетсе, бәріміз бақытсыз болып қаламыз. Сен бай бол, бағлан бол, патша бол, кедей бол, бәріміз суға кетеміз. Содан біз қазір ең үлкен біздің бақытымыз отан. Осы отанымызда отан болғаннан кейін сөйлеп отырмыз. Отанымыз тәуелсіздік алғаннан кейін сөйлеп отырмыз. Отаннан асқан бақыт жоқ негізінен. Омар ағам, бірінші байлық денсаулық деп айтамыз, дені саудың барлығы бақытты ма? Енді ол бірінші байлық денсаулық, екінші байлық онсаулық. Онсаулық материалдық игіліктер. Егер адам өзінің денсаулығын дұрыс жұмсамаса, яғни ол жатып шер болса, үйде жатып алып, ол әрине бақытсыз. Сонда Абай айтады ғой, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дегенде, ол қандай тірлік дейді? Жаудан қорқып, ғылымды іздемей, үйде жатып тірі болу дейді. Ол тірлікті итке берсін дейді. Ондай тірліктен Алла жіберген ақ өлімнің өзі артық дейді. Тірі деп кімді айтамыз дейді? Тірі деп дейді. Ақылдының сөзін ұғып аларлық көкірек көзі ашық. Көкірек көзі тірі болса, сондай адам тірі дейміз дейді. Сондан бақытты адам ол денсаулық, ол әлбетте басы саудың дейді, мал түгел дейді ғой қазақ. Дұрыс ол. Басы сау, дұрыс. Бірақ ол бақытты болудың алғы шарты ғана, бірақ бақыттың өзі емес. Содан денсаулығын дұрыс жұмсай білген, яғни онсаулықтың жолында жұмсай білген, яғни еселеп мал тауып, және ол малды тапқан кезде ол бақытты болу үшін, егер сен оны малды, сол денсаулығыңды өзінің жеке қарабасың үшін малға жұмсасаң, онда сен малмен мал болып кетесің. Сонда Абай айтады, кімде кім дейді, малды дейді, яғни ғылымды, малды дейді, өзі үшін іздесе дейді, өзі үшін, өзінің жаңағы жеке басы үшін, онда ол өзі үшін оттан хайуанның бірі болады дейді. А егер біреуге пайдамды тигізейін деп іздесе дейді, біреуге пайдам Алланың сүйікті құлы болады дейді. Сондан мал іздеге дегенде қазақ ол мал табар деген кезде бір дүние қоңыз бол деп тұрған жоқ. Сол мал арқылы еліңнің дәулетін нығайт, көтер, елінің жағдайын жаса деп тұр, түсінесіз бе? Міне осылай дұрыс түсіндіру керек. Кейіннен барып, сол бірінші байлық денсаулық, екінші байлық сіз материалдық игілік өндіресіз, одан кейін барып таңдап тұрып, жаңағыда қалың малын көп беріп, көргенді жерден қыз алсаң, мейманыңа тік тұрып қызмет етер дейді. Қалың малын аз беріп, көргенді жерден қыз алсаң, байының қойнына жатып міндет етер дейді. Сонда ол текті қыз таңдау, ол да бақытты. Өйткені Торайғыр бидің сөзі екен бұл негізінен. Адам қалай бақытты болады деген Торайғыр би айтқан ғой. Атың барда желіп жүріп жер таны, асың барда беріп жүріп ер таны. Бұл дүниенің өтерін білген сабаз таңдап тұрып дейді, сұлуды ал дейді, қалың малын беріп жүріп дейді сөз. Міне үш осындай бір керемет кесек нәрселер айтып отырды.
шын мәніндегі біз өсіп өнуіміз үшін біздің жаңағыдай қажетті шаралар осы, яғни денсаулық, одан кейін сенің малыңның болуы және өзің алған жарыңның жақсы болуы, текті болуы. Өйткені Машһүр Жүсіп атамыз айтады ғой, Құдай оңғарайын деген пендесіне қатын лайықты жолықтырады дейді. Егер шын мәнінде сен егер қанша жерден ер бол, еңіреп туған қатының жаман болса, үйде күнде ұрыс болса бақыт бола алмайсың. Сонда қазақ айтады ғой, етігің тар болса дүниенің кеңдігінен не пайда дейді, қатының долы болса еліңдегі бейбітшіліктен не пайда дейді. Бір күн үйде ұрыс болса 40 күн береке кетеді дейді, береке қашады дейді сөз. Сондан Бұхар Әкеңнің жаңағы бәйбішесі қарау болған ғой. Сонда үмбетейге келсе теріс қарап жатып алып дейді. Бұхар Әкеңнің бәйбішесі сонда. Анау азуын айға білеген Бұхардың бәйбішесі. Сонда үмбетей жүріп айтты дейді ғой. Бәйбішең айы болса аса алмассың. Қарау болса әй деуге бата алмассың. Отбасың мейманға болса суық, еліңе жақсы жігіт атанбассың. Қосағың қосақ армас қосақ екен, Құдайым осылайды қосады екен. Тоты құс жарқыратқа пенде бопты. Бұхарым айтар менің осақ екен деген ғой. Сонда қарасаңызшы енді тағдырдың тәлкегін. Сол Абылай ханның оң тізесінде отырып 300-нің басын қосқан Бұхардың бәйбішесі сондай болып тұр ғой. Ал енді не істейсің? Сондықтан адам бақытты қандай адам деген кезде қазір көп айтып жүрміз ғой, кешке қарай үйіне асығып, таңертең жұмысқа асығып баратын адам дейді. Сондан адам бақытты болу үшін өзінің Құдайдың көкейіне салған талағына біткен биті дейді ғой, өзінің талантын танып, өзінің сүйікті ісін тауып, және өзіне адал серік болатын жар тапса, сондай адам бақытты болады екен. Ердің бақыты бұл, иә? Ердің бақыты, иә. Жақсы жар. Айтады ғой, сұлу жар, жеті қазына дейді ғой, сұлу жар, түзу мылтық, жүйрік ат дейді, міне осылар кіреді. Ал енді Абай атамызға келетін болсақ, Абай атамыз айтады, сонда көп адамдар қазіргі кезде мынау ақшаға деген қатынасы, байлыққа деген қатынасы дұрыс болмағандықтан мансапқа жамандай бастайды. Жібекті тұта алмаған жүн өтеді дейді ғой, қызды күте алмаған күн өтеді. Жамандай бастайды. Ой, байлық деген жаман, байлық жүрген жерде шайтан жүреді, байлық жүрген жерде лаң жүреді деп. Оның бәрі жаңағы байлықтың феноменін түсінбегендіктен, қарым-қатынасын реттеп алмағандықтан. Ал Абай атамыз айтып отыр, сұлу аттың көркі жал, адамзаттың көркі мал дейді, яғни байлық дейді. Өмір сүрген кісіге дәулет қызық бала бал дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, өмір сүрудің бақытын айтып отыр. Дәулет керек. Ал дәулет деген не деген кезде, ол байлықтың адамның игілігіне жұмсалған кезде ол дәулетке айналады екен. А егер байлық үшін жиналса, ондай адам сасықбай қайнаған. Соны дәулет деп кімді айтамыз? Сол байғылын елдің қамына, өзінің отбасының қамына, бала шағасының қамына, одан асып барса көршілеріне, туысқандарына, елдің қамына жұмсаған адамды қазақ дәулетті дейді. Яғни дәулет ол екінші мағынасы оның мемлекет деген мағынаны білдіреді. Соны дәулет деп мемлекет деп не айтамыз? Сол адамдардың байлығы сол ел болудың жолына жұмсалған кезде ол дәулет, яғни мемлекетке айналады. Егер адамдар өзінің жеке басына жұмсаса сол байлықты, ол адам дейді, Абай айтады, ол өзі үшін оттаған хайуанға айналады дейді. Елдік мұратқа, мақсатқа әлбетте, сондықтан мансапты да солай. Мансапты жеке басыңа пайдалансаң, онда өзі үшін оттан хайуанға айналасың. А егер сен сол Құдайдың берген мансабын елдің қамына пайдалансаң, онда Алланың сүйікті құлы боласың. Әр нәрсенің сұрауы бар. Ертең ақиретке барғанда жауап бересің. Құдай саған мансап берді. Сен мансапты қайда пайдаландың? Құдай саған денсаулық берді. Денсаулығыңды қалай пайдаландың сен? Құдай саған байлық берді. Әрбір тиыныңа жауап бересің. Міне қасиетті Рамазан айында отырмыз ғой. Ол Абай айтып отыр ғой, Алланың өзі рас, сөзі рас дейді. Құран айтып отыр осыны, жауап бересің дейді. Сондықтан мынау әрбір судың да сұрауы бар, әрбір берілген ырзық несібені орнымен жұмсау керек. Байлық өзін немен ақтайды дегенде ақтан бері жауап айтады ғой, баяжан дейді, қайырым дейді, қайырлы болса дейді. Байлық өзін қайырмен ақтайды екен, жақсылық жасаумен. Сонда ақтан бері жауап айтады. Қайырлы болса баяжан, айдың шалқары көлмен тең. Қайырсыз болса жаманбай дейді. Ел қонбайтын шөлмен тең дейді. Міне сондықтан бақытты байлар бар. Олар өзінің байлығын елдің қамына жұмсайды, түсінесіз бе? Кешегі мынау Оспан сияқты бүкіл байлығын Абайдың жолына жұмсаған. Кешегі Әбу Бәкір разияллаху анху сияқты бүкіл байлығын пайғамбарымыздың асыл діннің жолына жұмсаған. Кешегі атымтай жомарттар. Міне осындай кешегі Алаш орданы ұстап тұрған, соның Алаш орданың бүкіл мемлекетін, бүкіл әскерін қамтамасыз еткен қаншама қазақтың байлары болған. Біз солар туралы неге айтпаймыз? Мысалы, айтуымыз керек қой. Кешегі мектеп ашқан Мамания мектебі болған, алғашқы Міржақыптың бақытсыз жамалының спонсор болған, байлар болған. Міне осыларды біз айтуымыз керек. Байлық жаман деп жаңағыдай деген ол өтірік сөз. Оған қарым-қатынасымыз дұрыс болу керек та. Бүгінде не көп бақыт туралы тренингтер, дәрістер көп. Оған бақыт іздеп, бақытымды табамын деп барушылардың саны да көп. Тіпті оның ақысын төлеп те барып жатқандар. Енді аға, осы
тенденцияға деген көзқарасыңыз жалпы бұл мен өзім оң көзбен қараймын осыған. Неге? Өйткені Абай айтады, адамның ең жаманы талапсыз дейді. Талап деген арабшадан аударғанда поиск, ізденісте болу. Сондықтан адам егер ізденіп тренингке барса, ол нұр үстіне нұр да. Ол тренинг сені бақытты қылып жібермейді. Тренинг саған бақытты болудың жолдарын көрсетеді. Бақытты бол өзіңе байланысты. Баяғыда мынау қазақ жоңғар соғысы кезінде Будабай деген жол көрсетуші болған екен. Машһүр атамыз көп келтіреді. Сонда Будабай айтады екен, мен сендердің жауларына жаулап беруші емес, мен сендерге жол көрсетушімін деп. Жол көрсетушімін. Тұрын тренер дегеніміз бар жол көрсетуші сөз. Сонда тренингтерге бару керек. Неге? Өйткені қарынды қампайтып, жаңағыдай бет алды және мағынасыз қонақтардан гөрі одан да жақсы рухани әңгіме тыңдап, рухани байып, сол алған біліміңді кейіннен бақытты ғұмыр кешуге жұмсаған қандай ғанибет. Сонда мынау негізінен өзі қазақта бақыт деген сөздің синонимі ғанибет деген сөз бар. Осы отырған отырыс бір ғанибет. Мысалы, біз осы отырғанымыз екеуміздің осы сұхбат құрып отырғанымыз ғанибетті шынды да. Бұл үлкен бақыт. Неге? Өйткені біз өзіміздің Құдай берген, Алланың берген жел сөзін біз өзінің жаратқан халқына жеткізу бақытын ие болып отырмыз. Және қасиетті Рамазан айында. Рас қой енді. Шынымен де көп журналистер бұны функционалды қызмет ретінде ғана қабылдауы мүмкін. Яғни сонда бақытты болу ол адамның өзінің санасына байланысты ғой. Сен ситуацияны қалай қабылдайсың, сөзсіз бе? Сонда бақытты бол. Сонда ғанибет дейді. Ғанибет деген не дегенде, сонда Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, адамда екі ақ ғанибет бар. Біреу дейді дем ғанибет, екінші дидар ғанибет дейді. Дем деп адамның бүкіл өмірі дейді осы демге байланысты. Дем үзілгенде адамның өмірі үзіледі. Дем қуатты болу үшін алты нәрсе керек дейді. Яғни адамның бақытты болу үшін, сол дем ол таза ауа, қозғалыс, үстің қозғалыс, жақсы тамақ, көңілдің шаттығы, ұйқы мен ояулықты қалпынан асырмай тәрбиелеу, сосын мынау қайғы, өкпе, реніштен аулақ болу дейді. Сонда адам демі күшті болса, одан кейін екінші бақыт дейді. Осы денсаулықтың арқасында бұл адамдардың бір-бірін дидарын көру дейді. Дидар ғанибет дейді. Ал ең үлкен әрине ғанибет ол ақиретке барғанда ол Алланың дидарын көру. Шын мәніндегі үлкен бақыт, ең үлкен бақыт не? Өйткені кеше Абылай хан қайтыс болған кезде Бұхар екен айтады ғой, Абылай ханды жоқтап, қайырусыз жылқы бақтырған ханым-ай, қалыңсыз қатын құштырған ханым-ай, қайғысыз ұйқы ұйықтатқан ханым-ай, 300 адамды жолыңа құрбандыққа шалсам, сонда қалар ма екен сенің жаның-ай? Жомарттығын атымтайға жеткірген, ғаділдігін Нәшөрауынға жеткізген дейді. Кескілес свет берген, сөз бе? Бір Құдайдың дидарын сен көрмегенде кім көреді дейді. Міне сонда Абылай хан бақытты да. Неге? Өйткені бүкіл өмірін елдің жолына жұмсады ғой. Ертең Алланың алдында ұялмай барады да, Алланың дидарын көруге. Міне біздің ең үлкен бақытымыз осы. Алланың дидарын көру. Омар аға, жалпы бұл күнде бақыт мәселесі бізде ғана емес, батыс қоғамында да кеңінен сөз болуда. Бізге қазір еркімізден тыс батыстың жақсы да жаманы да жоғып жатыр. Оларда бақытты селқостық, яғни счастливая апатия деген термин бар екен, ғылыми айналымда бар екен. Күнделікті өмірдің күйбеңімен, тұрмыс талабының көптігімен адамдар осында селқостыққа душар болған. Яғни барлығына селқос қарайды. Оларда бәрі бар, бірақ бақыт жоқ. Техникалық прогресс, интернет, демократия барлығы бар, шегіне жетті. Тәуелсіздік декларациясы да қабылданды. Өмір сүруге, жалпы бостандыққа, бақытқа ұмтылуға жол ашылды. Олайша айтқан кезде еркіндік алды, бірақ ол да бақыт әкелген жоқ. Рас. Ең бақытты ел қандай ел? Мынау қазақта бір сөз бар. Ақыны дейді. Патшасын іздесе, ол елдің маңдайының соры бес ел дейді. Егер ақыны патшасын іздеп жүретін болса. Керісінше, патшасы ақынын іздесе дейді, ол ел бақыт нұрын кешеді дейді. Сонда сіз ойлаңыз, Әл-Фарабидің мынау қайырымды қаланың тұрғындары, сонда да имам дейді, ол патша. Сонда негізінен елдің бақытты болуы сол парасатты, ақынды қандай патша іздейді? Көкірек көз ояу, мынау байлықтың да, мансаптың да бәрі өткінші екендігі, дүниенің боқ екендігін білетін, жаны руханиятқа шөлдеген патша іздейді ақын. Ал ақын деген кім? Ақын деген ол елдің жаршысы, елдің айнасы ғой. Міне сонда ел бақытты болады дейді. Сонда бұл жаңағы құтты билік еңбегі бар ғой, атақты, Сонда негізі құтты билік қой, негізі ол. Құтты билік, Сонда құтты билік. Яғни қалай билік құтты болады дегенде, ол билік әділетті болу керек. Ол билік рахымды болу керек. Ол билік қанағатшыл болу керек. Сол кезде 4 уәзір бар ғой, жаңағы ақыл, әділет, қанағат, рахым. Кейін Абай осыны берілі жуан мәртілік деп айтып кеп, ол Абайдың толық адам осыдан шығады.
сонда ақыл қайрат жүректі бірдей ұстайтын патшасы, осы әділет пен рахымға негізделген билігі бар ел бақытты да. Шын мәнінде жаңағы мына біздегі қазіргі кездегі ең үлкен проблема, біз мына өзіміздің осы құтты билік, яғни наука власти деп аударыпты, орыстар да, ағылшындар да, наука власти. Осындай керемет іліміміз бола тұра, яғни билік әділетті болу керек деген ілім бола тұра, біз батыстың Макиавелли деген, Николо Макиавелли негізін қалаған теориясын малданамыз да, онда айтады, билік пен адамгершілік сәйкес келмейді деген қағидасы бар да. Билік адамгершілікті бола алмайды деген. Бізді көзін ашқаннан біздің билік басына келген сол теоретиктер осымен қаруланады да, олар өзге бұлақтан, жат бұлақтан су ішкен тұлғалар да. Шын мәнінде олар өзінің құлан қағынан жерсе аштан өледі дейді. Өзінің қағынан, яғни өзінің қазақтың қағынан ішу керек қой. Сонда олар әділетті билік иелері болады, қайырымды билік иелері болады. Соның үлгісі кешегі Абылайлар, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, кешегі Хақназарлар, бұлар әділетті билеушілер еді ғой сөз. Сондықтан біз осы әділетті билеуші, рахымды билеушілердің арқасында, малым жаным садағасы, жаным арым садағасы деген билеушілердің арқасында, нағыз ерлердің арқасында ұлан ғайыр әлемдегі 9-шы орын алатын жер сақтап қалдық. Неге? Өйткені билік әділетті болды сөз. Міне сондықтан біз өзіміздің қотанымызға қайтуымыз керек. Уақыт келді. Сіз үшін бақыт деген не? Мен үшін бақыт, ең үлкен бақыт еліме қызмет ету. Кәдімгідей бүкіл тарапта интеллектіммен, ақылмен, ойыммен, демографиямен жақсы ұл қыз тәрбиелеу, яғни жан-жақты бүкіл жағынан жақсы кітаптар қалдыру, өзім бойымдағы Құдайдың берген бүкіл асылын сол Құдай жаратқан халықтың жолына жұмсау. Одан артық менде бақыт жоқ. Әрбір қазақ баласы осылай ойлау керек. Сол кезде ғана біздің ел жетім болмайды. Ал егер халық сенген басшылары өз қамын ойлап кетсе, ел жетімді. Оны көрінген талайды. Омар аға, енді біз ардақты ағайын бүгінгі тақырыпты ақын Мұқағали Мақатаевтың тағы бір бақыт туралы өлеңімен қорытындыласақ деп отырмыз. Өте әсерлі оқылған өлең, ендеше бәріміз тыңдайық. Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп бастады топ таласта. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әрасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегіңше киіп-ішсең бақыттысың демес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп, той-тойлау. Ісің болмай күйбеңменен, қарын тойса қар тойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, ол да соған келмек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай, сонықты. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір жақұтты. Он алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты. Мінекей, қадірлі тыңдаушы, бақытты іздеп, жер жаһанды кезудің қажеті жоқ. Бақыт ол жүректе екен. Жүрегіңізді тыңдаңыз, әрбір адам бақытты болу үшін жаратылған, сондықтан баршаңызға шын жүректен жаңағы Омар ағайымыз айтқан нағыз Алланың дидарын көру бақытын және елге бар ықыласымен қызмет ету бақытын тілей отырып бағдарламамызды аяқтаймыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты абайтанушы ғалым Омар Жәйлел мырза болатын. Микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Баршаңызға шын жүректен тағы да бақыт тілейміз. Аман болыңыздар.